Ассалаумағалейкум достар, құрметті көрермендер. Бүгін біз құлпынай егіп жатырмыз. Алдындағы видеоларда көрсеткенімдей осындай тамшылатып суару жүйесін жасаған болатынбыз. Және де мына жақтарға егіп қойдым. Қазіргі уақытта үш жүйегімізге. Енді келесі жүйектерімізді егуді бастап жатырмыз. Арасы кішкене үзіліп қалды. Осылайнан тесіп пленкамызды дайындап қойдық. Енді егіп жатырмыз, Алла қаласа. Мына жақтарда пленканы төсеуді көрсетіп жіберейін дегем. Осылайнан пленканы төсеп, екі жағын топырақпен жауып, ортасын құлпынай егетін жерді әркім әртүрлі тесіп жатады. Енді біз қазір пышақпен де тесіп жатырмыз. Және де басқа да трубаны пайдаланса болады. Әртүрлі варианттар бар. Оны тесудің арасын қанша сантиметр қылу керек, қалай тесу керек деген сұрақтарға жауап болсын. Мына жерде капельный шлангымыз жатыр. Міне осының тұсынан аламыз. Міне осы бір жерден бастаймыз. Мысалға осы жерді тессек, пышақпен де тесуге болады. Осы жерді тессек, арасын міне 20-25 сантиметр қылып, тағы да бір тесік тесеміз. Солай жалғастырып кете береміз. Және де мына жерде бір тесік, бір құлпынай отырғызылса, 25 сантиметрден кейін тағы бір құлпынай отырғызылса, сол екеуінің ортасын алып, мына келесі жағына қарай шахматный порядок деп айтады ғой. Шахматный қылып егеміз, мына жақтан егеміз. Осылайынан әр 25-тің ортасынан келесі бетке егіп, солай жалғастырып кете береміз. Мына жақта дайындап қойған жерлерімізді көрсетіп жіберейін. Мына жерде байқасаңыздар, бірінші құлпынай егетін жер, және де 20 сантиметрден кейін тағы да құлпынай егетін жер. Сол екеуінің арасы міне былай қарай тағы да 20-25 сантиметр. Осы жаққа егеміз. Осылайнан егіп кете береміз. Жалпы көрсеткім келгені осы. Алдағы уақыттарда нәтижелерімізбен, жемістерімізбен қаншалықты пайда болып жатыр, қаншалықты шығын болып жатыр, көрсетіп отыратын боламыз. Видео ұнаса, видеоға лайк басыңыздар. Астына пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Және де каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар.